Кітап оқып, ақша ұтып ал. Ақтау қаласының әкімдігі жастардың отан сүйгіштігін арттыру, кітап оқу дәстүрін насихаттау және сөз құдіреті арқылы мемлекеттік тілді дамыту мақсатында кітап рухани азық атты онлайн байқау бастады. Сайыс жас ерекшелігіне қарай 3 топқа бөлінеді. 6 мен 9 жас аралығындағылар ертегілер мен Абай Құнанбайұлы шығармаларын оқыса, 10 мен 13 жас аралығындағылар балалар әдебиеті, өлкеміздің ақын жазушылары және Абай Құнанбайұлының шығармаларын оқу керек. Ал 14 пен 17 жас аралығындағылар Абай Құнанбаев, Нұрсұлтан Назарбаев және Әбіш Кекілбаевтың шығармаларын оқуы шарт. Байқауға қатысушы қала тұрғыны болу керек. Кез келген тұрғын сол нөмірлер арқылы байланысқа шыға алады және қазірдің өзінде көптеген қала тұрғындары байланысып жатыр. Бұл бір реттік байқау емес. Байқау жалпы бір байқау 2 айға жалғасады. Байқаудың соңында жеңімпаздар арнайы кітаптармен және қаржылай сыйлықпен марапатталады.